Бәріне сәлем достар, сіздермен бүгін мен КЗ арнасы. Грядущее обновлениеде болды. Біз көптен күткен және де орыс ютуберлері өзіңіз білетін шығарсыздар. Макс Лук, Аурум деген сияқты ютуберлер түсірген болатын, және мен смысл болмады мен обновление туралы түсіруге. Және де енді обновление туралы түсіреміз. Жаңа анамной деп болдым. Басталмастан бұрын қазақ елі кланына шақырам, уже 14 адам болды, өте керемет. Жақында топқа шығамыз деген ойдам. Және де обновлениеде не өзгерді десеңіздер, бірінші сундуктарды ашып алайық. Бесплатный сундук золото, мини-пекка, стрела. Золото, три мушкетер, стрела. Золото, кристалл, печь, рыцарь. Және де сіздерге айтарым, маған обновление дымынан жоқ, өттіған, деп өйдет. Себебі киетін болсақ, міне басында мұндайды көреміз. Бірақ бір жағы мұна жері ұнады, специальное предложение в наград. Ограниченное предложение, одна покупка. Яғни бірақ покупка жасай аласыздар ма, сондай бір нәрсе. Теперь твое поле боя арена 8. Отпраздной ниді, бір нәрсе дейді. Период шығар, наверное. Начальный пакет ледяной пик. Яғни сіздер 3070 теңге донатить етесіздер, плюс оған магический сундук және де 1200 кристалл, плюс 100 000 теңге аласыздар ақша, яғни золото. Бұл деген өте керемет деп ойлаймын, себебі қараңыздар, келісетін болсақ, магический сундук 700 кристалл тұрады. 700 кристалл дегеніміз ол примерно 2000 теңге шығар, өткен мына жерде 1535 500 кристалл болады. 2000 теңге деп алайық. Және де 1200 кристалл 3070 теңге. Плюс 100 000 теңге қанша болады? 100 000 теңге ол 4500 кристалл болады. Яғни 4500 кристалл. 4500 кристалл дегеніміз ол ол примерно міне 2500 кристалл ол 6145 тұрады. Примерно енді 2-ге көбейтсек 5000-ға, яғни 12000 шамасында болады. Плюс оған 3070 теңге болсаңыз 15, және де 2000-ді қосамыз 17, яғни 17-16 арасында болады. Бірақ сіз 16 нәрсені 3000 теңгеге сатып аласыздар. Бұл өте керемет деп ойлаймын. Және мен турнирді оғам айтпақшы, 15 сағат бұрын сол турнир қайда екен білмеймін. Новое изменение баланса 14 сентября. Гиганттың уроны төмендеді 5%-ке, ярость енді, яғни стоимость эликсир снижен до 2 капель, 3. Ярость енді 2 эликсир тұрады. Эффективность снижена до 30%, яғни эффекция түсті. Тек қана 2 секундқа төмендеді. Лесару, яғни дровосек эффект одержи ол да түсті деуге өте, ол өте имба тактика оғаннан кейін, ол өте мықты оғаннан кейін, оны төмендетеді по-любому. Зеркало еще қазір имба тактика болады, енді бір уровенге жоғарылайды. Молния енді молния деген өте керемет болатын болады, енді бәрінде болады шығар, себебі 0,5 секундқа машинаны тормозит жеткізіп жүреді, яғни зап сияқты. Бревно енді бүкілінде лақтырып жібере алады. Мысалы пеккалар шықпайды ғой, бревно лақтырсам бір орында тұрады. Бұрынғы фаербол сияқты, ал подрывник здоровье уменьшено на 2%. Яғни несі жизненный ХПС азақ болады, бірақ уроны көбейеді. Нормально. Новый турнирный режим, енді турнирге кетіп болсақ, 12 турнирге кіре аласыздар, 100 кристалға және де 10 кристалға. 12 бой өтесіздер, 12-сін жеңсеңіздер, главный призді береді сізге. Және де 3 рет жеңсеңіздер, ұшасыздар турнирден. Яғни 1-2 рет қана жеңілу қажет. Егер фаше 0 болса, яғни главный призді аласыздар. Изменение турнир, создание турнир, изменение стоимость кристаллов и награды дейді. Яғни 4 новая карта мега миньон шықты. Уже қазір 19 сағаттан кейін шығады. Бұл өттіған бір жаманы каждый 2 неделе, енді 2 апта сайын бір картадан шығып тұрады. Енді 4 карта, ол енді 8 апта күтуі. Новый сундуки, яғни легендарный сундук, яғни соны ашасыздар, айтқанда. Мен ол жайлы көп информацияны білмеймін, оны бойдан да таба аласыздар легендарный сундукты. Яғни оны ашсаңыздар, бір күн ашылады, ашсаңыздар любой легендарка бола алады, любой аренаныкын. Мысалы сіздер 5-ші аренада болсаңыздар, мысалы принцессаны аша аласыздар 7-ші аренада, сол сияқты. Эпический сундук, яғни эпический сундукта болады.
яғни онда тек қана эпический карталар ғана болады. Тағы да қандай, мысалы сіздер бойда болсаңыздар, яғни стикер шығарып күліп мазаңыз алса, яғни сіздер заглушить етіп, яғни сізге көрінбейтін болады. Және де Facebook арқылы сіздер дружеский бой өткізе аласыздар. Так, осы короче айтқанда міне мысалы мына жерде друзья, яғни мен Facebook'ыма тіркеліңіздер достар, Рамзат Қасқырбаев деп тұрады, яғни мен сіздерді қабылдаймын, сосын друзьяда менде тұрасыздар, яғни бір-бірімізбен бойда ойнай аламыз. Так, және де тағы да не нәрсе өзгерді, міне турнир, мысалы частный турнир, мысалы ашаласы достарымызбен не он кристалға ұнамады турнир вообще. Сосын тағы не жаңалық, не скоро деп тұр, легендарный карталар, міне миньонда тұр ғой, міне 19 сағаттан кейін ашылады. Мега миньон, редкая карта, нормально деуге болады. Осымен осы достар, сіздерге обновление туралы көрсеткім келді. Маған дым ұнағанды жоқ, маған вообще ұнаған жоқ, міне новый карта скоро деген міне тұр ғой. Менде яғни не жоқ, ледяной колдун, және де бревно, принцесса, вышибала, дровосек жоқ, және де қалған 4 карта. Екі легендарка, бір қандай эпико, білмеймін, бір нәрсе, мынау редкая карта. Өте нормально деуге болады. Енді жақында көреміз, енді қандай тағы да тактикалар пайда болатын туралы. Осымен осы, амандықты жолыққанша келесі видеода кездескенше достар. Және де комментарийға обновление туралы өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер достар. Сау болыңыздар.